бизнес план жасардың алдында неге мән беруім керек? Кадрлық мәселе өте үлкен мәселе. Өйткені біз осы салада жыл сайын кадр дайындау мәселесімен айналысамыз. Қазіргі таңда Қазақстанда айлық мәселесі жақсы шешілген. Баға қойылмады, көп ел баға күтіп отыр әлі күнге дейін. Соған байланысты мысалы жүгері тығырыққа тіреліп отыр қазір шаруалар. Біздің елімізге деген мүмкіндіктер көп та, инвесторлардың қызығушылықтары бар. Бізде енді жерім бар екен деп не сатылады соны егеді, одан кейін осындай проблемаға ұрынады. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге КМФ және КМФ демеу желісінде мен Мұратқызы Мөлдір. Бүгін біз агробизнес туралы подкасттарымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта агробизнес және де ауыл шаруашылығының саласындағы жетекші маман Думан Жүнісхан және де докторант, магистр агрошаруашылығының маманы Нариман Масалиев. Қош келдіңіздер. Алдыңғы подкастта біз дейтін көбіне жалпы талқылау жүргіздік. Бүгінгі тақырыпты агробизнеске арнамыз келіп отыр. Думан, сізді эксперт ретінде осы қазіргі таңда агробизнес қалай дамыту керек? Негізгі осы 23-24 жылғы кәсіпкерлер өнімдерін қалай тарату керек, қалай бизнес цепочка жүргізу керек, сол туралы сөйлесіп кетсек, өзіңізді бірінші таныстырып кетсеңіз біздің көрермендерге. Нариманды енді алдыңғы подкастта танып отырған шығар. Рахмет, Мөлдір ханым. Есім Думан. Осы агробизнес саласында 15 жылдан артық қызмет атқарып жатырмын. Енді белгілі деңгейде эксперт деп айтса да болатын шығар. Осы салада жүргеннен кейін, әр күні шаруашылықтармен кездесіп жүргеннен кейін, былайша айтқанда егжей-тегжейін кішігірім білеміз. Бастамасына келетін болсақ, мен мысалы осы бизнеске жаңадан бас қосып кірейін деп жатырған жас маманмын деп айтайық. 10-15 гектар жерім бар. Бизнес план жасардың алдында неге мән беруім керек? Негізгі бұл агробизнес мәселесіне келген кезде мен ойымша адам бір бағыт алған дұрыс сияқты. Өйткені көп жерде қателіктер кездесіп жатады. Бағаға байланысты, өнімді өтуіне байланысты саласын тез өзгертіп жатады. Соған байланысты ол кішкене көп қателіктер жасалып жатады. Өнім дұрыс болмай жатады, оны жылдың соңында қайда сатарын білмей жатады. Сондықтан бір кәсіп, бір дақыл болсын, мысалға бір дақыл, бір бағыт болсын, сол бағдарды егжей-тегжей игеріп, оны ары қарай сатуын жолға қойып, оны сақтауын жолға қойып, жалпы жаңағы басынан соңына дейінгі жүйені сақтап отырса, мен ойымша, сол бағыттан жақсы жетістікке жетуге болады. Енді биылғы жылға мысал ретінде айтып кетейік, Қазақстанның оңтүстік жағдайында көп біздің осы жермен егістікпен айналысып жүрген азаматтар көбінесе өнімді сатуына байланысты тез бағдарларын өзгертіп жатады. Ол яғни жүгерінің бағасы өссе жүгері егіп кетеді, пияздың бағасы өссе пияз егіп кетеді деген сияқты. Енді биылғы жылғы мәселеге тоқталсақ, биылғы жылда өздеріңіз білесіздер, жүгері бағыты көп егілді. Жүгері егілді, бірақ та әртүрлі мәселелерге байланысты ол бағасы түсіп кетті. Жүгерінің сату бағасы. Жүгерінің көлемі өте үлкен болды. Жыл қолайлы болды жүгерге, былайша айтқан кезде. Өнімі жоғары, бірақ өте ылғалды жүгері болды. Сондықтан байланысты біздің жергілікті зауыттар қабылдап үлгермеді. Баға қойылмады, көп ел баға күтіп отыр әлі күнге дейін. Соған байланысты мысалы жүгері тығырыққа тіреліп отыр қазір шаруалар. Егер сол шаруалар егер ол шаруаларда жүгерден бөлек тағы да бір дақыл болған кезде, оларға кішкене жеңілдеу болатын еді осы саланы ары қарай дамытуға. Көп азаматтар барлық жерін жүгерге арнады да, енді қазір көп проблемаларға тіреліп жатыр. Сонда мен түсініп отырсам, айтады ғой, енді бірінші бір 6 бөлікке бөлсек, ол 5 бөлігін дұрыс уже шығарып, қолдарында жүгері бар, ар жағында оны ары қарай жоқ, өткізу жоқ. Сонда шешімі қандай? Қазіргі таңда қалай шешіп жатыр кәсіпкерлер осы жағдайды? Қазіргі таңда мемлекет тарапынан қолдау бар. Одан кейін жеке трейдерлар бар. Бұл өнімді шетелге экспорттау жолында жүрген. Бірақ енді өздеріңіз білесіз, жаһандық проблемалар болып жатыр ғой қазір. Соғысқа байланысты,
Ресей өнімін орталық Азияға бағытталған көп өнім сату барысында баға құлады. Сұраныста отырған Өзбекстан, Ауғанстан болсын, біздің оңтүстігімізде орналасқан орта азиялық мемлекеттердің көбісі Ресейден тікелей алып жатыр арзан бағада. Соған байланысты біздің жүгерлер қазірше тұрып қалып жатыр. Өйткені өте арзан баға ұсынылып жатыр, бірақ ол шаруаның бүкіл шығымын жабуға жетпейді. Сондықтан шаруалар бір жағынан баға күтіп жатыр. Ал баға күтіп тағы да күте берейін десе, олардың қоймасы жоқ, жаңағы өнімді сақтайтын, оны өңдейтін кішігірім зауыттары жоқ. Біздің жергілікті зауыттары ол өзінің жоспарын орындап қойған. Одан артық қабылдай алмайды. Соған байланысты сондай проблемалар туындап жатыр. Бірақ сіздің сұрағыңызға қайтып оралсам, қандай нәрсені қолға алу керек? Кез келген шаруашылық, енді менің ойымша, бір дақылды егуден бөлек, өнім дайындаудан бөлек, ары қарай не істейді? Экспортқа шығара ма, жоқ, заводқа өткізе ма, соны алдын ала жоспарлаған дұрыс сияқты. Алдын ала келісім шартқа отыру, дұрыс өнім өсіру, сапалы өнім өсіру деген сияқты. Вот негізі кәсіпкер бола келе, мен жаңадан бастап атсам, бірінші өнімімді жақсы алсам, мен қандай кім арқылы осы бизнес цепочканы өңдей алам, кімге хабарласуым керек, қандай фабрика, қандай компаниялар бар, сол туралы айтып кете аласыздар ма? Егер жүгері туралы сөйлесіп жатсақ. Егер алып қосарыңыздар ма? Жүгері бағытында болатын болса, ең негізгі бізде жүгерінің өткізетін мекемелер, олар крахмал өндіру мекемелері. Яғни бізде үлкен 2 холдинг компаниялар бар, Алматы облысында орналасқан. Біреу енді қазір Жетісу облысына тиесілі деп айтсақ болды, Жаркентте. Одан кейін екіншісі Азия-Агрофуд, үлкен кәсіпорын, осы Алматы қаласы маңайында шамалғанда орналасқан. Одан бөлек тауық өсіру фабрикалары, одан кейін жем-шөп дайындау мекемелері, комбикорн дейміз ғой, аралас жем, құрама жем дайындайтын мекемелер. Одан кейін мынау кішігірім трейдерлік компаниялар, трейдерлер қабылдайды, бірақ ол трейдерлардың өзінің талаптары бар. Талаптарына сәйкес келген жағдайда ғана жүгеріні алады. Былай айтқанда, бағаны сол кісілер қояды. Бағаны халық қоймайды. Бағаны сол себепті қазір ол кішкене арзандау болып тұр, алдыңғы жылдарға қарағанда. Осы айтады ғой, былай қатысы жоқ аудиториядан сұрақ дейді ғой, негізі былтыр шыққан жүгері қанша уақыт сақталады? Енді жалпы жүгерінің егер сақталу талабына сай болса, 14%-дан төмен болса, ылғалдылығы, ол қойма дұрыс жақсы желдетілген болса, ішінде құрт құмырсқадан сау болса, фитосанитарлық жағдайлар талапта сақталған жағдайда, ол 3 жыл 4 жылға дейін сақталады негізінде. Енді одан да ұзақ сақтауға болады, бірақ ол да өте тиімсіз. Өйткені біріншіден оның құрамы, жүгерінің құрамы басқа да кондитерлік неге жарамай қалады. Мысалы, кондитерлік бағыттағы өткізу жеріне жарамайды. Тек қана ең соңғысы ол жем мәселесінде малға сатылуы мүмкін. Мал шаруашылығымен айналысатын азаматтар алуы мүмкін. Ол өте тиімсіз. Өйткені біріншіден шаруалар ұзақ сақтаған жағдайда ол салмағын жоғалтады. Ал қазіргі жүгері өнімінің қабылдау мекеменің көбісі салмақпен қабылдап алады. Сондықтан шаруаларға кішкене тиімсіз, көп сақтап сатқан. Сондықтан қазіргі жағдайда 1 жылға ғана сақтау көп жерде ұсынылады. 1 жылдан кейін ол сапасы төмендеген болып саналады жүгерінің. Енді былай осы экосистеманы түсінуім бойынша, мысалы 30 гектар, 40 гектар жері бар кәсіпкерлерге сіздердің айтар ақылдарыңыз барлық жеріне жүгері егіп тастамау, жарты-жартыдан пайдалану керек та, диверсификация деп айтқандай да? Дұрыс айтасыз, диверсификация өте керек. Өйткені көп сала Қазақстанда былай айтқан кезде өнімнің өтеді дегенге ешкім кепілдік бермейді. Өнім дұрыс бағада уақытылы өтеді деген кепілдік жоқ. Сондықтан егер 30 гектар жеріңіз болса, 10 гектарын жүгері, 10 гектар, егер суармалы жер болса, ол жерде мәселе негізі көп, оны жинақтап айта салуға болмайды. Өйткені әр жердің, әр дақылға талап топырақ климаттық жағдайы болу керек.
ол жаңағы аудан облыстардың өзі бізде әртүрлі. Мысалы кейбір дақылдар Алматы облысында өспеуі мүмкін, ол Түркістан облысында өсуі мүмкін, Қызылорданың дақылы бізде өспеу деген сияқты мәселелер бар. Сондықтан егер бір жерге жинақталып, мысалы Алматы облысы деп алатын болсақ, болмаса Жетісу облысы деп алатын болсақ, 10 гектарына жүгері, 10 гектарына қант қызылшасын, 10 гектарына жоңышқа ексе болады. Өйткені үш сала бір-біріне қарама қайшылығы жоқ. Жүгеріні малға, болмаса жаңағы крахмал өндіру зауыттарына өткізесің, қант қызылшасын қант өндіретін зауыттарға өткізесің. Жоңышқаны қазір жоңышқа өте үлкен сұраныста. Өйткені мынау шетелдік Қытайдың өзі, Қытайдан келген мамандар қазір таза жоңышқа іздеп жүр. Жоңышқаны ары қарай брекет деп дей ма? Қалай деп айтсақ болады? Әртүрлі өнімді, дайын өнімді ары қарай қалай турама жем ретінде, дәрілік бағытта, малға қорек бағытында және тағы да басқа брекеттеп сататын болғанда қазір қазақшасы қалай болады екен? Соңына дейін соны қыспақтап, тығыздап, соны шетелге шығару мақсатында жұмыс болып жатыр. Сондықтан шаруалар осы әртүрлі саланы игерген дұрыс деп ойлаймын. Әртүрлі дақылды игергенді дұрыс деп ойлаймыз. Осы негізі 23 жылы жүгері және қант қызылшасы өте жақсы өнім берді деген статистика бар секілді, қазіргі таңда. Енді Нариман, қалай ойлайсыз, 24 жылы осы әлі күнге дейін өзінің тенденциясын ұстап келеді ма? Өсіру керек па кәсіпкерлерге? Енді қант қызылшасына келетін болсақ, әрине иә деп айтады. Бәрін көз жетіп отқан сияқты оған. Өйткені бізде зауыттарда қыс бойы өңдесе де өңдеп үлгереді, жаңағыдай қабылдап өңдеп. Және оған бағада былтыр өте жақсы болды. Ондай баға болмаған қант қызылшасының тарихында мен өзімнің білуімше. Ал жүгері келетін болсақ, жүгерінің мәселесін енді жаңа Думан айтқандай, ол кішкене қиындау мәселе. Өйткені жаңа өздерінің басындағы бірінші мәселесін шешу керек. Жаңағыдай өнімін сақтап отқандар бар, жаңа айтқандай, өнімнен айырылып қалғандар бар, сата алмай. Өйткені фермерлік не ғой, биылғы тапқан табысын келер жылғы неге саласын, егіншілікке. Сол үшін олардың жағдайы қалай болады? Сол үшін жүгері мәселесі кішкене қиындау қазір бір немен айту. Мүмкін азаяды, менің болжамымда азаяды деп ойлаймын, жүгерінің аудандары. Өйткені ішінде міндеттер өзінің ауданын сақтап қалатын шаруашылықтар болады, яғни ол өзінің, мысалы, мал шаруашылығымен айналысып отқандар бар. Сол жем-шөпке дайындап, дән ұмтақтап береді, немесе силосқа арнап, олар өздеріңкі сақтайды, оларда ешқандай өзгеріс болмайды. Ал жаңағы біреулер сатумен айналысып отқандар өнім, оларды кішкене несін азайтады. Мүмкін олар енді жаңағыда айтқан жоңышқа өту мүмкін, немесе майбұршаққа өту мүмкін. Міндетті түрде қант қызылшасы қосылады деп ойлаймын. Енді сонда қазіргі 24 жылға болжам жасасақ, енді әлемдегі оқиғалар әлі жалғасып жатыр делік та, қаншалықты жақсы болжам бар. Енді қазір біз айтып кеткендей өнім көп кәсіпкерлер қалып қойды, көп кәсіпкерлер пайдасын көре алмай қалды деп жатырық та. Маман ретінде 24 жылы оларға қазір азырақ егу керек, соған келтіріп тұрып қой. Енді мен Нариманға қосылам. Нариман мырзан қант қызылшасы жақсы айтып кетті. Біздің жеке маман ретіндегі біздің кеңесіміз деп айтсақ болады, жеке менің ойым, қант қызылшасын егуге болады. Өйткені мемлекеттен қабылданған бағдарлама бар, біріншіден. Екіншіден, мынау қант өндіру зауыттары кішкене іске қосылып жатыр. Қазір Жамбыл облысында ендігі жылы 24 жыл, осы 24-25 жылы бір завод істеп тұр. Мерке қант өндіру зауыты, және де Тараздан тағы да ресейлік ірі инвесторлар кіріп жатыр. Алматы облысында, Жетісу облысында 2 завод іске жұмыс істеп тұр. Сондықтан бұл заводтар мемлекет жағынан қолдау бар, бір жағынан заводтың қолдауы бар. Бұл өте ыңғайлы. Тасымалдауына субсидия береді. Шаруалардың тасымалдауына, және өнімнің тасымалдауына субсидия береді. Ұзақтығына байланысты 1 теңгеден бастап 5 теңгеге дейін, 8 теңгеге дейін осындай өзінің санағы бар. Мемлекеттен белгіленген бағасы бар. Бұл әжептәуір кепілдік береді. Шаруаларға кепілдік береді. Сондықтан қант қызылшасына егу, мен ойлаймын, биылғы жылғы суармалы жер қай жерде дамыған, қант қызылшасын егуге тиімді деп ойлаймын.
бірақ бір кедергілер бар, ол өнімді жинау комбайндардың аздығы, агроном мамандардың аздығы, әрі қазір енді мынау тыңайтқыштың бағасының жоғарылығы және қазіргі таңда енді қарастырылып келе жатыр, мынау қарызға беру деген сияқты мәселелер қарастырылмаған осы тыңайтқыш бағытында. Тыңайтқыш енді өнім алудың негізгі факторларының бірі ғой. Сондықтан осы мәселелер бар. Тұқым мәселесі шешілген, арам шөптен қорғау химиялары шешілген мәселелер. Оны қоятын компаниялар да өте көп. Қарызға беру де қарастырылған. Сондықтан бағанағы айтқандай негізі проблемалар егер шешілсе, мынау комбайн мәселесі, жеткізу, логистика мәселесі деген сияқты мәселелер шешілсе, мен ойлаймын, қант қызылшасы бір дұрыс бағыттардың бірі болайын деп тұр 1-2 жылда. Неге сонда болашағы былай жақсы, иә? Вот жағына айтып кеткендей, кадр делік та, менде осындай сұрақ туындаған, қаншалықты қазіргі жастар қызығушылық танытады осы агробизнеске келуге? Негізі менің ойымша қазіргі таңда өте алға ұстар мамандықтардың бірі, себебі аз эксперттер. Сіздің ойыңызша қалай қазір дамып келе жатыр ма, қызығушылық танытуда ма? Осы кадрлық жетіспеушіліктің шешімі қандай? Кадрлық мәселе өте үлкен мәселе. Өйткені біз осы салада жыл сайын кадр дайындау мәселесімен айналысамыз. Енді басты мәселесін айтайын, ол әр мекеме өзіне студент кезден кадр дайындаған дұрыс. Бізде Қазақстанда маман дайындау орындар жетерлік. Ұлттық университет бар аграрлық. Әр облыста кішігірім несі бар жаңағы бағытында, агрономдық бағытында дайындайтын мекемелер бар. Агротехникалық университет бар Астанадағы. Мамандар жетерлік, бірақ осы салаға келетін мамандар санаулық. Өйткені көбісі мына жаз кезінде енді кішкене тақырыбымыз қызығырақ болсын, біз кішігірім маман таңдау барысында жаңағы жас мамандардың ярмарка дейді, жәрмеңкесін өткіземіз. Сол кезде барған кезде жас маман студенттермен сөйлескен кезде ең бірінші сұрайтын мәселесі әрине айлық. Сондықтан, бірақ мен ойлаймын, егер жақсы маман болса, білікті маман болса, осы салаға қызығушылығы болса, қазіргі таңда Қазақстанда айлық мәселесі жақсы шешілген. Бізде шетелдік компаниялар көп. Жергілікті шетелдік инвесторлар келіп, дақылмен айналысатын компаниялар көп. Шаруалардың өзі дұрыс маманға ақша беруге дайын. Ең бастысы ол біліктілігі, қызығушылығы. Қаншалықты сол саланы игергендігі. Маман саласына келген кезде менің ойымша агроном бір бағыт таңдаған дұрыс сияқты. Бір дақылды соңына дейін зерттеп, соның бір шынына дейін зерттеп, мысалы сол салада бір 10 дақылдың шала маманы болғанша, бір дақылдың мықты маманы болсаң, сол сені жетістікке жетелейтін сияқты. Жақсы айттыңыз, шыны керек, жақсы айттыңыз. Былай айтқанда, батыстан да шет елден келген жаңа технологиялар, жаңа жолдар, именно бизнес цепочка жағынан қазіргі Қазақстанда игерім қалай жүріп жатыр? Әлде әлі күнге дейін бұрынғы қалпымызда келе жатырмыз ба? Қазір осы 2010 жылдан бері жақсы өзгерістер болды. Өйткені 2008 жыл, қателеспесем, 2005-2006 жылдардан бері көп компания кірген Қазақстанға, шетелдік компаниялар қызығушылық білдірген, және олар өзімен бірге тек қана бизнес әкелмей, сонымен қатар жұмыс орындарын ашқан. Ол жерде көп азаматтар осы тек қана бұрын қалай болатын? Бұрын агроном болсаң, осы агроном болатынсың, жаңағы тек поляда жүретін, өсіру, өнімге дейін. Қазір оны бизнестендіру бағытында көп адамның хабары бар. Көп студенттердің хабары бар, көп мамандардың хабары бар. Өйткені тек қана өсіріп қоймайсың ғой, оны сату керексің ары қарай. Ол өсіру барысындағы оған біреулер сату керек. Ол да маман, ауыл шаруашылығы маманы болу керек. Ол бүткіл нәрсені бизнестендіру бағыты болғаннан кейін, мен ойлаймын, осы 2010 жылдан бері жақсы бағыт алған. Қазір жас мамандар көп.
осы бизнестендіру бағытында жұмыс істеп жүрген. Тек қана агроном емес, тек ол агроном бола тұра бизнестендіру бағытына енді батыстан деп өзіңіз айтып отырсыз ғой, көп компаниялар бет бұрды, жақсы білім беріп жатыр. Мынау жылыжайлар жақсы дамып жатыр. Жылыжай бағытында мықты мамандар көп қазір Қазақстанда. Сонымен қатар олардан бөлек көп шетелден келген азаматтар көп. Шетелден келген азаматтар сәйкесінше шәкірт тәрбиелеп жатыр өз астында осы жылыжайларда. Сол сияқты шетелден келген мықты мамандар шаруашылықта агроном болса, олар да сәйкесінше шәкірт тәрбиелейді. Мен ойлаймын, сондықтан бұл бағыт қазіргі таңда анау 10 жыл алдыңғы дәрежеден қарағанда әлдеқайда жоғары деп ойлаймын. Керемет. Былтырғы болғанда осы 2 жылдық алдын статистика бойынша ең үлкен жалақы агрономда екен. Ол жалпылама айтқан емес, бір агрономдар бар екен жаңағы жылыжайда, енді цифрын қазір енді қаншалықты қате 20 миллион теңге жалақы алған екен айына. Енді нақты дәлел жоқ шыны керек, бірақ сондай мәлімет бар. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз агроном сұраныста. Тек қана білімің мықты болу керек, дәрежең мықты болу керек, және тәжірибең болу керек. Енді жағана цифр жағы енді қызықты ғой біздің көрермендерге. Былай айтқанда, егер де мен жаңадан бизнеске кіріп жатырған, өзімнің жерім бар, 15 сотық жерім бар, бастамасы қант қызылшасын еккім келеді. Естіп, осы биыл оның жақсы гүрілдеп тұр деп бастамамды бастағым келеді. Қанша қаражат керек маған? Соны бастап кету үшін. Қант қызылшасын бастауға? 15 гектар жерім бар. Су жағынан мәселем шешіліп тұр. Осы қанша қаражатпен бастап кете аламын? Енді ол негізі ауыл шаруашылығы деген өте бір қиын саланың бірі. Өйткені айтады ғой, алдын ала шешу өте қиын. Алдын ала шешім қабылдау болмаса санау өте қиын. Мынандай шығын кетеді деген. Өйткені аяқ асты ол зиянкес келуі мүмкін, саған айтпайды зиянкес звондап. Болмаса аурушыға қалуы мүмкін. Сондықтан санау өте қиындау. Бірақ бастамасы ретінде ақшадан бұрын ең бірінші сенде маман болу керек. Маманның айлығы бар. Ол қалай келсеңіз оны өзіңіз қанша маман керек? Болмаса енді кішігірім, сіз егер бұл саланы білмесеңіз, бір агроном кемі керек. Ол агрономмен жұмысын жігіттер жақсы біледі. Қай салада, қай кезде ол агроном сізге көмек етеді. Кейбіреулер енді агроном қажет емес деп өзім шешемін, өзім жасаймын деп бізде сондай қазақшылыққа басамыз ғой. Бірақ енді дегенмен агроном оқыған маман болса, кішкене жаңағы шығындарыңыз азаяды. Өйткені агроном маман біледі қай уақытта жаңағы егісті қарау керек, қай уақытта суын беру керек, қай уақытта дәрісін беру керек, қай уақытта тыңайтқышын беру керек деген. Тыңайтқыш қай уақытта әсер етеді деген сияқты санамалар бар өзінің. Ол көзбен көресіп мынаған беру керек деген мәселе жоқ. Сондықтан енді ақшасын нақты айту қиын, бірақ былай бөліп айтуға болады. Сізге біріншіден көктемдік егіс жұмыстарына ақшаңыз болу керек. Жер жырту, жерді өңдеу, оған егер техникаңыз болмаса арендаға алу. Аренданың өзіңіз білесіз, ешкім белгілемейді, стандарттары жоқ. Кіммен көршіңізбен келісесіз ба, жоқ, бір арнайы мекемемен келісесіз ба, соның бағасына байланысты шығымдарыңыз болады. Мен цифрын айта алмаймын, өйткені әр сала өз бағасын береді. Екінші, сіз тұқым сатып алуыңыз керек. Қант қызылшасының тұқымы қазір шамамен алған кезде классикалық тұқым алсаңыз, қант қызылшасы дегеннің айтып отырмын. Классикалық тұқымдар 90 мыңнан 110 мыңға дейін шама бір гектарға шығымы, бір пассивнойға шығымы, бір пассивной единица дейді, жаңағы егістік бірлігі дейміз ғой. Егістік бірлігі. Араласып сұрап кетейінші, сонда жағына если алдыңғы 23-22 жылы қант қызылшасын жақсы өндірген кәсіпкерлер тұқымын сата алады ғой, Жоқ, ондай емес. Мынандай екі мәселе бар. Тұқым саласында сорт деген бар, гибрид деген бар. Бізде қазіргі таңда сорт дегеніміз жаңағы өзіңіз айтып отқан егіп, одан өнім алып, оны да бірнеше түрі бар. Ол кішкене үлкен тақырып. Бірақ біз қазіргі болып жатқан жағдайға тоқталайық. Қазақстанда көбінесе гибридтер келіп отыр. Гибридтерді бізге шетелдік европалық, американдық компаниялар, франциялық, оның ішіне тоқталатын болсақ,
германиялық, даниялық, америкалық компаниялар өзінің гибридтерін ұсынып отыр. Ол дайын тұқым. Ол тұқымнан сіз тұқым ала алмайсыз. Оны тек қана егесіз, өнім аласыз. Өнімді бірақ дұрыс күтім берсеңіз өте жоғары аласыз. Бұл өте тиімді шаруаларға. Бірақ алғашқы бағасы біздің жергілікті тұқымнан 3 есе 4 есе артық бағасын. Бірақ сапасы да сондай жоғары. Одан кейін тұқым. Тұқымды айттым 110 теңге, кемінде классикалық тұқымды егесіз. Қазіргі таңда смарт будандар бар. Смарт гибриді дейді. Ол арнайы бір арнайы тұқым өзінің химиясымен келеді. Олардың бағасы кемі 260 мың теңгеге шығады. Кемі 260 мың. Тұқымның ғана бағасы. Химиясын санап отқан жоқ. Ол 1 гектарға ол 1/2-ден егіледі. 1/2 бірлікпен біреулер 1/4 дейді. Ол жиілігі. Жаңа тұқым 1 гектарға 1 метрға түсетін жиілігіне байланысты есептеледі. Оны агроном біледі, оны кез келген маман білмейді мысалы. Одан кейінгі мәселе тыңайтқыш мәселесі бар. Тыңайтқыштардың әртүрлі бағасы. Әр сатушы, өндіруші өзінің бағасы бар. Сәйкесінше оны дұрыс таңдайтын агрономыңыз сізге міндетті түрде консультация керек. Кімге? Сараптама. Біз осы саланың маманы керек. Оған бір шығындарыңыз кетеді. Одан кейін химия саласы бар. Гербицидтеріңіз бар, арам шөптерге қарсы гербицидтеріңіз бар, зиянкеске қарсы инсектицидтеріңіз бар, фунгицидтеріңіз бар, ауруға қарсы. Ол сала өзінше бағасы бар. Егер де ол жаңбырлы жағдайда ол өсім жоғары 2-3 рет қолдануыңыз керек. Кейбір жерде өзіңіз білесіз, бұрын біздің ата-бабаларымыз, жаңағы әке-шешелеріміз деп айтайықшы, ата-бабамыз емес, әке-шешелеріміз жаңағы шөп жұлған ғой қолмен. Ол әлі күнге дейін бар. Өйткені көп жерде бізде суармалы жағдай бәрі тамшылап суармайды ғой. Жаңағы арықпен суарады, сол кезде арам шөп басып кетеді. Қанша химия қолданса да басады. Сол кезде қолмен жұлуды кіргізіп жатады. Оған да қайтып келіп жатамыз бұрынғы жағдайға. Өйткені бұл химия 100% әлі құтқарған жоқ бізді. Ол сала бар. Оған шығымыңыз кетеді. Әр адам гектарына ақша алады сізден. Одан ары қарай келесіз өнімді жинауға. Өнім жинау қант қызылшасында егер комбайныңыз, жаңағы өнім жинайтын комбайныңыз мықты комбайн болса, жаһандық заманға сай, ол комбайн бірден сізге өнім жинап бере алады. Бірақ оның кемі 1 гектарға, енді ол комбайнның құны өте үлкен, сондықтан сіз 15 гектармен оны сатып ала алмайсыз. Оны міндетті түрде сіз арендаға аласыз. Арендаға гектары 15 мыңнан тек басталады. 50-60 мыңға дейін барады. Спросқа байланысты. 50 мың, биыл қателеспесем 50 мың болды. Сондықтан ол комбайн түріне байланысты бірақ та ол. 2 қатарлы комбайн болса, ол 15 гектарыңызды 1 ай шауы мүмкін. 6 қатарлы болса, сәйкесінше 3 есе 4 есе жылдам шауып береді. Одан кейін оны тасуыңыз бар. Заводқа тасу шығымыңыз бар. Заводқа тасымастан бұрын заводпен келісім шартқа отыру, болады, ол қаншалықты жаңадан бастаған кәсіпкерге оңай? Жаңадан осыған келе жатырмын. Заводқа өндіру мақсатында, осы сіз енді қазір екпініңіз келмей қалған шығар, мен айтқан шығындардан кейін. Мысалы, сол үшін бір жолы бар. Заводтар тұқымды сізге тегін береді. Тегін болғанда, тегін емес, өнімнің есебінде береді сізге. Содан оның кішігірім ақша алуға болады заводтардан. Егер жақсы сіздің жаңағы несиелік көрсеткіштеріңіз дұрыс болса, онда сізге заводтан ақша алуға да болады осы саланы игеруге. Бірақ барлығын сіз күздің күні өнімнен ұстап қалады ақшаны. Соңғы өнім. Сол кішкене жеңілдіктер бар осындай. Одан кейін басқа компаниялармен келісуіңізге болады. Күзге дейін жарты ақшасын берейін деген сияқты. Сондықтан бұл саланы дұрыс игерген дұрыс. Егжей-тегжейін өзінің кішігірім экожүйесін толық қай жерден алам мен, кімнен алам, қандай келісімшартпен алам, өнімді қашан апарам, завод қандай баға береді деген сияқты. Өйткені заводтар қабылдаған кезде сіздерге олардың өзінің талаптары бар. Қант қызылшасына енді сол сұрақ болғаннан кейін қант қызылшасында оның егер қант қызылшаңыз кір болса, батпақ аралас, жаңбыр жауып тұрады, күздің күні білесіз ғой, жаңбыр жауып тұрған, оған жеңілдік жасайды олар, скидка жасайды. Одан кейін
қазіргі кезде қанттылығын тексеретін болды. Қант қызылшасының қанттылығы, қанттың құрамындағы қанттың пайыздық мөлшері. Егер сіз дұрыс тыңайтқыш бермесеңіз, дұрыс суғармасаңыз, қанттың құрамы түсіп кетеді. Ол ауру болса да түсіп кетеді. Сондай жағдай жасамаған кезде оған тағы да скидка береді. Сонымен сіздің 45 теңге деп отырған өніміңіз 25 теңгесі мемлекеттен келеді. Көмек ретінде, субсидия ретінде 20 теңгесін завод береді. Ол завод 20 теңге бермеуі мүмкін сізге, жаңағы скидка байланысты. Сондықтан байланысты сіз кішкене ойлаған есебіңіз болмай қалды мүмкін. Азайып қалды. Сондықтан бүткіл нәрсені мынан шаруа егер бүткіл шаруаны есептеген дұрыс. Қандай болады деген сияқты. Негізі былай қазіргі кәсіпкерлер енді қызығушылық танытып жатқан шығар, қант қызылшасын өсіруге. Енді осы сіз айтқан бизнес план, экосистема біздің нарықта жазылып тұр ма бір жерде? Технология сол өндіру, технология бастан бастап. Оған байланысты методичкалар бар ғой, кітаптар бар, методичкалар бар. Сол жыл сайын оған байланысты, мен қателеспесем, осы қызылша өндіретіндерді бағдарламалар түсіріледі, соған байланысты фермерлермен бірге осындай егістік жағдайында. Сосын газеттерге шығып жатады, журналдарға міндетті түрде шығады, ғылыми журналдарға шығады, немесе осы кәсіби бағыттағы журналдарға шығады. Ол ақпарат жасырын емес, бірақ айналып келгенде міндетті түрде мүмкіндігінше маманмен кеңескен дұрыс. Маманмен. Өйткені бұл ғылым ғой. Бұл ауыл шаруашылығы, бұл айтқанда нақты ғылым емес бұл. Бұл математика емес, бұл нақты ғылым емес. Сол үшін кейде бұл жерде өзгерістер болады, жаңалықтар ашылып жатады. Бұрынғы сіздің керемет деп жүрген нәрсеңіздің, мысалы жаңалық деп жатқан, бұның біреу жоққа шығарылады бүгін деген сияқты, бір зерттеу барыстарында. Одан шығынды азайтатын технология болады, кейде өнімді жоғарылататын нәрсе болады. Мысалы қанттылықтың өзі қазір, мысалы алдын қанттылыққа қарамайтын, мысалы салмаққа ғана қарайтын. Қанттылық тексермейтін. Ал қанттылықты орташаспен 14 деп ұра салатын, 14% деп. Біреулер айтады 14-тің көп негізі дейді. Енді соған фермерлер дұрыс соған енді жұмыс істейтін болады сапаға. 14% дегеніңіз 100 кг қант қызылшасын 14 кг қант шығады дегенсіз ғой? Сондай. Енді былай түгелдей сұрақтарға жауап бере алмайтын шығармыз біздің көрермендердің да, бірақ та бір қысқаша айтып кетейік. Сонда қазіргі таңда қант қызылшасын өсірудегі негізгі қиыншылықтар және олардың шешу жолдарына тоқталып кетсек. Негізгі қиыншылықтары ең бірінші мен айтатын едім, қазір суғару жүйесінің жетіспеуі. Өйткені өзіңіз білесіз, қант қызылшасы біздің оңтүстік аймақта ғана өседі. Солтүстік аймақта вегетациялық кезеңі жетпейді. Бізге оған арналған тұқымдар келмеген. Оңтүстіктен солтүстік Қазақстанда, жалпы солтүстік Қазақстан бөлігіндегі мынау орталық Қазақстан болсын, батыс шығыс болсын, бізде заводтар жоқ. Бұл екінші проблема. Өнім көп шыққан жағдайда өндіретін заводтардың аздығы. Бірақ біз қазір оңтүстік жағдайымызда мына біздегі бар завод толтырамай отырмыз. Бар завод өйткені көп жерлер жүгерімен, майбұршақпен егілген. Ол жердегі егілген кейбір дәрілердің келесі жылға әсері бар. Ол жерде қызылша еге алмайсыз мысалы. Ол жерде міндетті түрде жоңышқа егіп, арпа егіп, басқа да егістерді егіп барып қызылшаға келесіз. Үшінші мәселе, енді бәрібір ақша мәселесі, ең үлкен ірі мәселенің бірі. Көп жерде қаржыландыру мәселесі бар. Көп адам қаражат жете бермейді. Одан үлкен мәселе техника мәселесі. Мына қант қызылшасында өнімді жинау комбайндар өте аз. Саусақпен санарлықтай деп айтсақ та болады. Өйткені бұл бұндай комбайндардың бағасы өте үлкен. Көп адамның шамасы жете қоймайды. Шамасы жетсе де оны өмір бақи төлеуге ешкімнің несі жоқ. Осындай шешім қабылдауға бола ма? Көршілес орналасқан жер болса, оларда 6-7 кәсіпкерді бір комбайнды арендаға или сатып алып, сондай шешімді олар қолданып жүр ма? Мемлекет ұсынған ондай шешім. Қателеспесем 5 жыл алдын бізде кішігірім кооперативтер құрылған. Сол кооперативтарға мынау әр жердің несі болады ғой, СПК дейді енді, қаржыландыру жүрді. Ол қаржыланды, сол кооперативқа техника алды, сол жер көлемі жететін себу техникасы, агрегаттары, күтіп баптау агрегаттары ақша берілген, жеңілдетілген пайызбен. Және ол 1 жыл 2 жылға дейін каникул берген, демалыс берген, ақша төлеуге. Мемлекеттен СПК-лар арқылы
сондай жеңілдіктер берілген болатын. Одан кейін бір кездері болды, қайтадан қант қызылшасы кішкене құлдырауға ұшырады. Одан 2 жыл болды, қазір жақсы қайтадан мемлекеттен ақша берілді, қайтадан қолға алынып жатыр қазір. Мемлекет жартысын мемлекет төлейді, жартысын заводтар төлейді. Оның үстінен қазір жаңа технологияларды тіркеді, мысалы Convisa Smart деген сияқты. Оның тіркеуіне шаруалардың өздері сұраныс жасады. Сол химияны алып келетін, сол саланы алып келген компаниялар атсалысты, сонымен тіркеу берді. Ол да бір жаңа жетістіктердің бірі да, Қазақстан бет бұрған. Ол өсіруге тиімді шаруаларға. Не ғой былай айтқанда ыңғайлы. Ол дәрі, жаңағы Convisa деп айтып жатқан, жаңағы арнайы тұқым. Ол жаңағы гербицид қой, арамшөп өлтіретін. Ол жаңағы қант қызылшасы оған төзімді. Ол оны қолданса гербицид, қант қызылшасы өлмейді, қалғанын бәрі арамшөп өледі ғой. Яғни бір өңдеу арқылы егісіңізді тазартып аласыз. Бұл қай елде шығарған дәрі? Германия, Қазақстанда былтырдан бері фермерлер бастады қателеспесем қолдануда. Өте тиімді бұл, өйткені бұл болмаса негізі фермерлер жаңа Думан айтқандай 2 рет гербицид қолдану мүмкін. Қант қызылшасы өте қиын арамшөппен күресу. Одан кейін үшіншісінде жаңағы айтқанда қолмен шауып жұлып шығу мүмкін. А бұл жаңағы бір өңдеумен дұрыс қолдансаңыз жаңағы бір 3 мәселені шешіп береді ғой. Бұл технологияны бірақ білу керек. Дұрыс уақытылы қолдану керек. Сондай өзінің талаптары бар. Оны кез келген шаруа біле бермейді. Ол нәтижесі дұрыс болмай қалуы да мүмкін, егер технологиясын жақсы сақтамаған жағдайда. Осы бір саланың бір жаңа айттық қой, суғару мәселесі. Сол жүйелердің бір проблема, одан жаңа техниканы айттық, қаржы мәселесі бар. Егер осы былтыр өнім қант қызылшасы өсе берсе, экономикаға тиімділігі, пайдалылығы қандай Қазақстан экономикасына? Енді ол өсу, біз қазіргі таңда 40%-ға жетер-жетпес ішкі нарықты қамтамасыз етуіміз қантпен. Ол 40%-ға жеткен өзіне шүкіршілік етіп жатырмыз. Өйткені ол 13-10%-ға дейін түсіп кеткен кездер болған. Қазір өсіп жатыр. Бірақ біз бәрібір де кішкене импортқа тәуелді болып қалдық та. Біздің жеп жатқан қолданысқа, кондитерлік өнім қолданған қанттың көбісі қамыстан. Оңтүстік Америкадан келеді ғой. Сонда сахарный тростник дейді жаңағы. Қант қамысы дейміз. Содан алады, және ол жаңағы бізге оңтүстік Америка сияқты, Қытай мемлекеттер сияқты елдерден алып келіп, өңделіп беріледі. Және де таза қант күйінде де бізге Ресейден, Белорусиядан өте көп импортталады бізге қарай. Қант зауытының өндірісі жұмысы да көбеюі мүмкін, иә? Қантты бізге егер өзіміз ішкі нарықты қамтамасыз етсек, бізге экспортқа жақсы, өйткені біздің жанымызда Өзбекстан мемлекетінде бірде-бір зауыт жұмыс істемейді. Қант қызылшасын өндірмейді. Олар тек қана қант қамысынан 36 миллион. 36 миллион. Оның аржағында қаншама миллион халық тұр. Аржағында Пакистан бар, аржағында Түркменстан бар, мысалы. Негізі біздің елімізге осы қант қызылшасын зауытын салу, қант зауытын. Негізі инвесторлардың қызығушылығы бар да. Кезінде бір жоспар болған, мынау оңтүстік Түркістан облысында бір зауыт саламыз деген не болған. Үлкен бір жоба болған. Мен өзім естіген, басын бір аяқсыз қалды. Не үшін екенін себебін білмеймін. Сосын Павлодардан Ақсу жақтан үлкен зауыт салынады деді тағы да. Сондай бір бастамалар болды. Сол кезде олар жайлап егіп көруді бастаған еді сол кезде фермерлер. Бізде дайын болайық дегендей. Бірақ ол да аяқсыз қалды. Білмеймін не себеп болған еді. Сол себептен біздің елімізге деген мүмкіндіктер көп та. Инвесторлардың қызығушылықтары бар. Яғни өзіміздің мүмкіндігіміз бар. Жер аудандарда жетеді. Сол үшін әрине ол біздің экономикамызға көмек тигізер сөзсіз. Негізі былай айтқанда, егер мен өзім ауыл шаруашылығымен көптен айналысып келе жатырып, енді қазір диверсификация жасайым деген ойым болса, осы қант қызылшасына бас бұрғаным дұрыс. Белгілі аймақтарда. Қызылордада еге алмайсыз мысалы. Белгілі аймақтарда бет бұрғаныңыз дұрыс, өйткені қайталау керек болады, жаңағы өнімді өткізу мәселесі ғой. Өнімді өткізу мәселесі үлкен мәселе. Егер бәрін өсіріп алып өніміміз үйде тұратын болса, ол ешқандай сізге де мемлекетке де ешқандай пайдасы жоқ. Жүгермен болғандай. Егер мүмкіндік болса, қант қызылшасы.
Мен айтайын дегенім, жүгеріні өткізу енді проблема болып тұр ғой, қазір мәселе болып тұр, 24-те, 23-те да. Қант қызылшасында ондай мәселе жоқ секілді. Наоборот, жақсы, Енді осы 24-25 жыл, 26 жыл деймін, ол жалпы мемлекеттің бағдарламасы 2025 жылға дейін бар ғой. Ол жерде нақты белгіленген, бюджет белгіленген. Сондықтан ол қант қызылшасын өсіруге мүмкіндіктер бар. Ал басқа дақылдарды кішкене осылай зерттеулер керек. Саналу керек. Жүгері егілмей қалады деген мәселе емес, жүгері де көп егіледі, өйткені жүгері білесіздер, көп оның тереңдетіп өңдеу өте үлкен. Крахмал шығады одан, басқа да көп пайдалы заттар шығады. Сондықтан ең кемі жем болады, мал азықтық дақыл болады. Сондықтан ол да егіледі, бірақ белгілі деңгейде азаюы мүмкін. Негізі былай, енді жалпы статистикаға келетін болсақ, қазіргі таңда Қазақстанда қанша пайыз агробизнеспен айналысатын кәсіпкерлер бар? Бәрі агробизнестегі азаматтар ғой, бәрі. Просто енді екіге бөлуге болады. Бір кісілер, бір азаматтар егіп қана қоймай, соны сатумен де айналысады. Бизнестендіру бағытында бір кісілер осы тек қана өсіріп сатып алатын адам күтіп отыру мүмкін. Екіге солай ғана бөлуге болады деп ойлаймын. Өйткені біреулер, мысалы, кішігірім енді қамтып өтейік, күріш бағытында, күріш Қызылорда облысы, жалпы біздің күріштің 90%, 80% деп, 85% қателеспесем Қызылорда облысынан шығады. Ол жерде тек қана егіп қана қоймайды, сонымен қатар кішігірім зауыттар қойған өздері. Өнімді өңдейді. Өңдеп, ақтап, экспортқа да шығарады, ішкі нарықты да қамтамасыз етеді. Сол сияқты болса, мысалы, әр дақылдар өзінің кішігірім өндірісі болса, тереңдетіп өндіру өндірістері болса, жергілікті мекемелерде, мен ойлаймын, бұл салада бәрін агробизнестендіруге болады. Қазіргі таңда бізде ондай мүмкіншілік жоқ. Мысалы, Евросоюзда, Евроодақ дейміз ғой, Евроодақта алсаңыздар, Испанияда, мысал ретінде айтайын, бір дақылда 60 гектардан асыруға болмайды. Бір шаруашылықта 500 гектар жері болса, бір дақыл 60 гектардан аспау керек. Олар менің өзім көзім көргені, мақта 60 гектар болды, томат 60 гектар болды, бау-бақша, оливки, зәйтүн 60 гектар болды. Неге деп сұрақ қойсақ, бұл осы 4 дақылдың өзіне олар 4 завод қойып тастаған екен. Сол томатты консервілейді, бірақ завод дегенде біздің көз алдымызға бір үлкен нелер келеді, ондай емес. Кішігірім заводтар бір шаруашылықты барынша қамтамасыз етеді, және көршіні де қамтамасыз етіледі. Осындай бір істер іске асса бізде Қазақстанда, мен ойлаймын, көп нәрсеге қол жеткізуге болады. Экономикалық жағынан болсын, жұмыспен қамту жағдайы болсын. Бізде енді жерім бар екен деп не сатылады, соны егеді, одан кейін осындай проблемаға ұрынады. Сондықтан жаңағы Испанияның оңтүстік, қателеспесем, оңтүстік шығысында болған, Севилья жақта болған, көргеніміз біз. Ол жақта жақсы. Сол жақта болған, жаңағы осындай қызық деректер болды. Сондай бізде де болса, жақсы болатын еді деп ойлаймын. Сіз өзіңіздің ойыңыз бойынша негізі Қазақстанда болашақта осыған жақындап келе жатырық па? Сондай жаңа системаларды қолдануға, кәсіпкерлер дайын ба? Жаңа технологияларды дейді ғой, қолдануға. Мен айтатын едім, бізде салыстырмалы түрде жақсы дамып келе жатыр. Тамшылатып суғару өте жақсы дамып кеткен бізде. Көп адам соған бет бұрып жатыр. Қанша қымбат болсын, қанша қиын болсын, соған бет бұрып жатыр. Өйткені судың көзі азайып бара жатыр, суға талас көбейіп жатыр деген сияқты сондай. Екінші мәселе, жаңа технологиялар көп кіріп жатыр, техникалар көп кіріп жатыр. Қазақстанға әртүрлі техника, олар енді бір-бірінше жаңағы конкуренция дейміз ғой. Бәсекелестік болғаннан кейін әр сала өзінше дамиды да. Өйткені елден ерекше болса ғана бұл оның саудасы жүреді, оның жұмысы жүреді деген сияқты. Сондықтан жаңа нәрселер көп кіріп жатыр бізге. Екіншіден, біздің көп шаруалар, солтүстік Қазақстан болсын, оңтүстік болсын, қазір шетелге көп саяхаттайды. Жоқ, көрмелерге бар. Ол дегеніміз, ол қызығушылық. Шаруалардың осы саланы игеруі.
тек қана қыдырып бармайды ғой олар. Иә. Жаңа техниканы көреді, одан кейін соған кімнің қаражаты жетеді, жағдай жетеді, техниканы сатып алады деген сияқты. Енді салыстырмалы түрде жақсы бағытта келе жатырмыз, бірақ кішкене заңдастыру керек та. Бұл мәселені заңдастырып, және мемлекеттен де сондай қолдау болу керек деп ойлаймын. Өйткені біздің жеріміз өте үлкен, ата бабамыздан қалған. Бұны оңайшылықпен бір адам игеріп кете алмайды. Міндетті түрде мемлекеттен және басқа да қаржылар керек. Көп жерді игеру үшін көп ақшалар керек. Думан, Нариман, көп рахмет сіздерге. Енді мен ойымша подкаст бұйырса шыққаннан кейін көрермендерде өте көп сұрақтар пайда болатын шығар. Міндетті түрде қайтадан кездесіп соларды талқылаймыз деп ойлаймыз. Рахмет. Келесіде кездескенше. Рахмет. Жақсы, рахмет.